Балалық шағымда әжемнің қасында отырып, ана тіліміздің әсемдігін, сөздің құдіретін сезіндім. Әрбір ертегі, әрбір әңгіме менің жүрегіме жылулық сыйлады. Сол сәттен бастап мен қазақ тілін сүйіп өстім. Мектеп қабырғасында ұстаздарым маған тек білім ғана емес, ұлттық құндылықтарды да үйретті. Соларға қарап, мен де болашақта шәкірт тәрбиелегім келді. Уақыт өте келе мен өз таңдауымды жасап, қазақ тілі мамандығын таңдадым. Бұл үлкен жауапкершілік екенін түсіндім. Себебі тіл ұлттың жаны, халықтың айнасы. Университет қабырғасында білім алып жүріп, ұстаздықтың қыр-сырын меңгердім. Ахмет пен Ыбырай сынды ұлы тұлғалардың ізін жалғастырдым. Алғаш мектепке жас маман болып келгенімде қиындықтар да кездесті, бірақ мен берілмедім. Өйткені менің мақсатым ана тіліміздің қадірін шәкірт жүрегіне жеткізу еді. Бүгінде мен қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Мен үшін әрбір оқушы жарық жұлдыз. Сол жұлдызды жағу менің парызым. Оның шуағы арқылы білім мен арман бірге жарқырайды. Әр сабақ жаңа үміт, әр сөз болашаққа сәуле. Ұстаз болу менің мақтанышым, ал қазақ тілі мұғалімі болу менің жүрек қалауым. Мамандық таңдау арқылы мен өз тағдырымды таңдадым. Жылдар өте келе ұстаздық қызмет менің мінезімді қалыптастырып, жүрегімді мейірімге, санама даналық құйды. Бүгін менің бойымдағы ұлттық намыс пен кәсіби біліктілік осы киелі мамандықтың жемісі. Өйткені мен ана тілінің абыройын асқақтатқан ұстазбын. Мен таңдаған мамандық ұлы жол.